Мінекей, құрметті Нұрболат Ямаха YouTube арнасына жазылушылар, тіркелушілер, лайк басушылар, қазіргі уақытта біз сіздердің назарларыңызға, яғни мен сіздердің назарларыңызға Yamaha PSR 550 аспабын, жалпы музыкалық аспапты қалай қосудан бастап, қалай стильдерін бәрін ауыстыруға дейін түсіндіруге тырысайын. Мінекей, тоққа қосқаннан кейін, тоқ көзіне қосқаннан кейін мына қызыл кнопканы басамыз. Мінекей экран жанды. Yamaha загрузка жасап оқыды. Мына стильде. Енді мынау стиль деген жазуды көрдіңіздер ма? Стиль. Осыны басамыз. Міне автоматты түрде бірінші стильде тұр. Бұда жалпы 113 стиль бар. 112 стиль бар өзінің родной стильдары. Және оған қосымша мына жерде Yamaha PSR 550-де мына жерінде дисковод болады. Бірақ мен дисководты алып, мынандай флешка оқитын эмулятор салып қойғам. Осы эмуляторға флешканы қою арқылы оқитын болады. Ол флешканың ішінде жаңадан жазылған стильдар болуы мүмкін. Соны ойнатуға болады. Бірақ ол кез келген флешканы оқи бермейді. Бірден айтайын. Ол флешканың арнайы бір жазылған арнайы флешка болу керек. Ішінде программасы жазылған, енгізілген. Қазіргі уақытта өкінішке орай сол флешкаға вирус кіріп істемей қалды. Қосып көрсетуге болар еді. Бірақ оны көрсетудің еш несі жоқ, қиындығы жоқ. Мына жерден флешканы тыққаннан кейін мынау лоудты басамыз. Сол кезде мына no disk деп тұр. Ол кезде флешка шығады. Қайтадан біз стильді басамыз. Жоқ, exitпен шығамыз. Және қайтадан стильді басамыз. Яғни бізде міне стильде тұр. Яғни бірінші стиль. Стиль дегеніміз минусовка дейміз ба, қалайша бұның дыбысы шығатын дауысы. Бұл стиль. Енді одан ары қарай қалай қосамыз? Мына жерде қызыл кнопка бар. Play, stop деген. Осы кнопканы қосамыз. Дауысы мына. Волюм дауысы. Дауысын жайлап қоямыз да. Мынаны қосу арқылы қостық. Енді әлде қосылмай тұр. Енді автоаккомпанемент деген нәрсе бар. Міне AKMP. Рекордтың жанды міне. Автоаккомпанемент. Осыны бассамыз қызыл жанды. Енді мына жақтан аккорд ұстай береміз. Яғни міне бірінші бит, яғни біріншісі бит екен. Бірінші стиль. Енді келесі стильге көру үшін екі жол бар. Біреусі мынаны домалақты айналдыру арқылы. Мен мынау көбінесе плюс-минуспен жасаймын. Бір рет басас, үшінші стиль, төртінші стиль, 5, 6, 7, 8. Осылай кете береді. Мына 0,24. Осылай қарай 112 стиль бар. Бірден 112-ні қою керек болатын болса, бірден 112-ні басшы бересіз. Бірден мысалға өзіңіз білетін болсаңыз, мысалға 106 десеңіз, 106-ны бірден тере саласыз. Көрдіңіз, 106 бірден ойнап кетеді. Енді міне түсіндік, Yamaha'ны қосуды, стильдарын ауыстыруды, дауысын шығаруды, яғни автоаккомпанементті қосу арқылы бәрін жүзеге асырдық. Енді бізге мына жақтағы дыбыстарды өзгерту керек, яғни қолмен теретін. Бұл пианода бірде тұр, бұл да. Енді бұның қайсысы? Бұны міне voice 1. Voice 1-ді бассақ, енді стильді бассақ, стиль 106-да тұр.
Ал мына оң қолымызбен басып теретін жақты мына voice 1-ді қосу арқылы тағы да қайтадан өзгертіп отырамыз. Бұл уже мына жақта теретін жақты. Бұның барлығы мына жақта мына voice-ты жазылған. Қазір біз voice іздеп жатырмыз. Міне 1-ден 8-ге дейін пиано, 9-дан 21-ге дейін E пиано, 22-ден 45-ге дейін орган, 46-дан 52-ге дейін аккордеон. 46. Немесе 47. Мына жағымыз уже бағана пианино еді. Бұл уже бізде өзгерді. Яғни аккордеон болып өзгерді. Ал мына жақтағы аккордымыз ол ойнап тұра береді. Біз оны өзгертпегенше аккорд өлеңге байланысты өзгереді. Мінекей. Мынау енді бізде voice L-ді басып қою керек. Voice R2-ны басып қойып. Сонда мінекей, мына жақта біз қазір стильді бастық қой. Ол стиль ойнап жатыр. Енді одан бөлек мынаны басқан дыбысы қосылып шығу керек. Деген дыбыс қосылып шығып жатыр. Анаған қосымша бір не береді? Звук береді. Ол мінекей voice L деген мынау осы жерлерде қосымша дыбыстар береді. Және енді тағы да бұл жерде айтып өтетін нәрсе, тағы да нақты керектісі гармония. Гармонияны бір рет басып қойсаңыз, мына жерде гармония деген сөз шықты. Мына жерлерде. Сондықтан ол гармония не үшін керек? Мына көріңіз, гармониямен шығады да, бір-біріне үйлесім тауып, үйлесіммен шығады. Мына жақ пен мына жақ. А гармонияны алып тастасаңыз, кәдімгі прямой шығатын болады. Ол мұны гармония деп тұр. Эхо дейді. Нақты керек кнопкалар енді осылар. Бұдан бөлек тағы да мынаны паузаға қойып қоямыз қайттан. Және мына жерде мынаны бассақ болады. Мынаны басып қойсаңыздар, мына 1, 2, 3, 4 таңдалған 4 звук өзгереді. Міне қайтадан қосайық. Енді ол мына кнопканы басқаннан мынау жағында, ортадағы 4 кнопка. Ол мына жақтікі. Екіншісі қалай? Басқа дыбыс. Үшіншісі. Төртіншісі. Мынаны баса салып, мына жағын өзгертіп. Мынаны баса салып, мына жағын өзгертіп. Дыбыстарды. Осылай өзгертіп отырамыз. Ал мына жақтағы енді аккордты оны өзіміз тере береміз. Так, мінекей. Тағы да басқа бұл жерде міне мультипад дейді. Тағы да қосайық. Бұл мультипад, мынау қазір өздеріңіз естіп тұрған стильға қосымша дыбыстар береді. Әр стильде әр түрлі өзі шығады, автоматически қойылған бұл жерде. Бұрынғы кісі қойып қойған болу керек. Осындай. Бұл қосымша дыбыстар. Я болмаса, бұл басқа дыбыстарда басқаша бір қосымша дыбыстар беру мүмкін. 106-ға қойып көрейікші мысалы. Бұда да өзгермейді екен. Мынада ше 001-ге қойдық та мультипад. Осындай бір 4 түрлі мультипад бар екен. Енді кейбір өрлерінде бұл өзгеру керек. 017.
Жалпы осындай. Тағы да бұл жерде қандай кнопка қалып кетті, енді бәрін айттым. Өзімнің пайдаланып жүрген кнопкаларым осы. Айтпақшы, мына А, Б деген екі түрлі. Бір стильді екі түрлі шығарады. Так, мына жерде мынаның темпі жай болып тұр, темп деген жылдамдығы баяу болып тұр. Мына жерде темп деген бар, темпті басамыз 78-де тұр, көрдіңіз бе? Осыны где-то бір 120-ға қойсақ, және темпті одан ары қарай соған қою арқылы мына домалақпен де жылжытсаңыз болады, аяқпен де терсеңіз болады, болмаса плюс минуспен де болады. Енді әркімнің дауысы әртүрлі, әркім тональнысын әртүрлі. Біреу жоғары дауыспен айтады, біреу жіңішке дауыс. Оны қалай қоямыз? Ол осы мына темптің жанында транспозиция деген бар. Міне транспозиция қазір 0-де тұр. Енді осыны сәл жоғары қойсаңыз, даусыңызға қарай реттеп аласыз. 4-ке қоямыз. Енді қараңыз, 0-де тұрған дауыс басқаша шығады. Көрдіңіз бе? Енді мына стильдің екі түрі бар дедім, А, Б. Мына сәл тынышырақ, өлең айтқан кезде. Ал мына бір қайырмасында, несінде дәл осыны айтып тұрып, мынаны бассаңыз, бір жағынан барабан болады. Әр стильде әр түрлі барабандар кете береді. Ал мынау әнд, бұны аяқтау. Аяқтағанда бір ерекше бір немен аяқтайды. Міне. Және бастауы бар. Бастауы да сәл басқаша бастау үшін play, пауза play. Басып. Басында бір кішкене композиция сияқты бірдеңе беріп барып бастайды. Ары қарай ойнап, ең соңында өлеңді аяқтайтыныз. Эндті бассаңыз, өз бір ерекше сондай бір аяқтап береді, тоқтатады. Ал қайтадан ары қарай бастай беретін болсаңыздар, қайтадан бастай бересіз. Нақты керекті кнопкалар енді осылар. Қайтадан стопты басып тоқтаттым. Жалпы осы Yamaha PCR 550. Айтпақшы, мына біреу кнопкасы мына жақтағы дыбысын шығаратын. Мысалға мына деген дыбысты кішкене биткен кезде созып шығарады. Деп шығарады ғой, сондай шығарады. Көбінесе восточнелерде қояды. Үйреніңіздер, Yamaha PCR 550 болсын, қандай Yamaha болсын, үйренуге өте оңай. Жалпы бұл Yamaha PCR 550 кезінде Дәрбаевтардың кезінде әлі күнге дейін осымен біраз тарттатын болу керек, ұмытпасам. Бұл кезінде хит болған Yamaha'лар 510-дар хит болды, одан кейін осылар 550, 540. Бұл және запись басады, бірақ мен баса алмаймын. Жалпы тартқанға өте ыңғайлы, бәрі простой. Үйреніп басаңыздар, кәдімгідей адамның көңіл күйін басқа бір әлемге жетелейді. Лайк басып, комментарий қалдырыңыздар.